Жүрегімдегі түсініксіз күдік. Баламды біреу ауыстырып жібергендей сезім. Кейде жанымды жегідей жейтін. Бірақ мұндай ойдың өзінен қорқатынмын. Ләззат терезенің алдында үнсіз тұрды. Күздің жаңбыры сыртта баяу сіркіреп тұр. Ал үйдің ішінде 16 жылдан бері қалыптасқан тыныш тіршілік. Ас үйден шайдың иісі шығады. Қонақ бөлмеде Темірлан теледидар қарап отыр. Ал олардың жалғыз ұлы Шыңғыс ертеңгі мектептегі жарысқа дайындалып, бөлмесіне сабақ оқып жатқан. Бір қарағанда бұл бақытты отбасы еді. Ләззат үшін де өмірдің ең үлкен сыйы осы бала болатын. 16 жыл бұрын дүниеге келгенде дәрігерлер «Ұлыңыз өмірге келді» деген сәт әлі күнге дейін құлағынан кетпейтін. Бірақ сол босану оңай болмаған. Толғағы 20 сағатқа созылып, қам қысымы күрт төмендеп кеткен. Дәрігерлер шұғыл түрде ота жасап, сәбиін алып шыққан. Ләззат бірнеше сағат бойы ес-түссіз жатқан. Көзін ашқанда, кішкентай ғана орамаға оралған нәрестені әкеліп, «Міне, ұлыңыз» деген. Сол сәттен бастап ол еш нәрсеге күмән келтірмеген. Шыңғысты бар махаббатымен өсірді. Алғашқы қадамы, алғашқы ана деген сөзі, алғаш мектепке барған күні. Барлығы көз алдында. Темірлан да баласын ерекше жақсы көретін. Екеуі ұлдарының ештеңеден таршылық көрмеу үшін күні-түні еңбек етті. Бірақ соңғы жылдары Ләззаттың көңілін мазалайтын бір нәрсе көбейіп кетті. Қайда барса да адамдар бір сөзді қайталайтын. Шыңғыс әкесіне де ұқсамайды екен. Анасына да тартпаған. Мінезі де бөлек. Алғашында ол мұндай сөздерге күлетін. Әр бала әртүрлі болады ғой, деп өзін жұбататын. Бірақ уақыт өте келе, мұндай әңгімелер жиілей түсті. Бір күні ауылдағы тойда көрші келіншек Ләйла әзілдеп, «Ләззат, сен перзентханадан басқа біреудің баласын алып кеткен жоқсың ба?» деп күліп жіберді. Жұрттың бәрі қосыла күлді. Тек Ләззаттың жүрегі ғана шым ете қалды. Ол да еріксіз күліп тұрғандай болды. Бірақ әлгі сөз күні бойы санасынан кетпеді. Сол түні ұйықтай алмады. Қараңғы бөлмеде ұйықтап жатқан Шыңғысқа ұзақ қарап отырды. Жоқ, бұл менің балам. Мен оны жүрегімнің астында 9 ай көтердім. Өз қолыммен өсірдім. Мұндай ойға баруға болмайды, деп өз-өзін тоқтатты. Келесі күні мектепте медициналық тексеру өтті. Оқушылардан қан алып, қан тобын анықтады. Кешке қарай Шыңғыс үйге келгенде, қолындағы анықтаманы үстелге тастай салды. Анашым, қан тобымды жазып беріпті. Ертең сынып жетекшісі сұрайды екен. Ләззат қағазды қолына алды. Сол сәтте оның жанынан өтіп бара жатқан Темірлан, «Менікін де жазып қой. Мүмкін бірдей шығар», деп күліп қойды. Ләззат өз қан тобын, күйеуінің қан тобын және Шыңғыстың анықтамасындағы мәліметті салыстырып көрді. Ол бір сәтке қатып қалды. «Темірлан, мынаған қараш. Не болды?» «Бір түрлі екен». «Несі?» «Біздің қан топтарымыздан мұндай қан тобы шығуы мүмкін бе?» Темірлан қағазды қолына алды. Жүзіндегі күлкі бірден жоғалып кетті. Темірлан анықтамаға қайта-қайта үңілді. «Мүмкін мектепте қате жазған шығар», деді ол, өзін де Ләззатты да жұбатқысы келгендей. Бірақ Ләззаттың көңілі көншімеді. Ертең ауруханаға барып қайта тапсырайық. Бір анық болсын». Темірлан басын изеді. «Жарайды. Бірақ босқа уайымдама. Қазір бәрі компьютермен жасалады ғой». Сол түні Ләззат тағы да көз іле алмады. Ойына 16 жыл бұрынғы перзентхана қайта-қайта орала берді. Ақ халатты дәрігерлердің абыр-сабыры, өзі жатқан жансақтау бөлімі, қолына сәбиін тек бірнеше сағаттан кейін ғана әкелгені. Бұрын мән бермеген осы жайттардың бәрі енді жүрегіне күдік ұялата бастады. Ертеңінде үшеуі аудандық ауруханаға барды. Қан қайтадан алынды. «Нәтижесі түстен кейін дайын болады», деді зертхана қызметкері. Сағат тілі баяу жылжып жатқандай көрінді. Ләззаттың жүрегі алып ұшып, уақыт өтпей қойғандай болды. Түстен кейін дәрігер кабинетіне шақырды. «Қан талдауында қате жоқ», деді ол. Ләззат пен Темірлан бір-біріне үнсіз қарады. «Бірақ», деп жалғастырды дәрігер,
Тек қан тобына қарап ешқандай нақты қорытынды жасауға болмайды. Сирек жағдайлар кездеседі. Егер күмәндарымыз болса, ДНК сараптамасы ғана нақты жауап береді. Яғни, деді Ләззаттың даусы дірілдеп. Біз ештеңені растайда, жоққа шығара да алмаймыз. Кабинеттен шыққан соң, екеуі ұзақ үнсіз жүрді. Темірлан бірінші болып тіл қатты. Ләззат, осы жерден тоқтайық. Шыңғыс біздің ұлымыз. Оны ештеңе өзгерте алмайды. Мен де солай болғанын қалаймын. Бірақ ішім тыныш емес. Сол кеште Шыңғыс жаттығуға кетіп қалды. Ләззат үйді жинап жүріп, ескі шкафтың жоғарғы сөресіндегі қорапты байқап қалды. Бұл жылдар бойы ашылмаған естелік қорап еді. Ішінде перзентханадан шыққандағы кішкентай қалпақша, алғашқы шұлық, суреттер мен құжаттар сақталған. Ол қағаздарды бірінен соң бірін қарап отырды. Кенет сарғайып кеткен кішкентай қағаз қолына түсті. Онда жаңа туған сәбиге тағылатын бирканың жартысы ғана сақталыпты. Жазудың біразы өшіп кеткен. Тек зат және сағат 23:40 деген жазу ғана анық көрінеді. Неге жартысы ғана қалған? Деп күбірледі Ләззат. Осы кезде есік қоңырауы соғылды. Сыртта жасы 70-тен асқан бейтаныс әжей тұр екен. Ол Ләззатқа ұзақ қарап қалды. Көзінен жас ыршып кетті. Сен Ләззатсың ба? Деді қалтырап. Иә, сіз кімсіз? Әжей ауыр күрсінді. Менің саған айтуым керек бір шындық бар. Бірақ оны айту үшін 16 жыл бойы батылым жетпеді. Ләззат үнсіз тұрды. Есіктің алдында тұрған әжейдің жанары жасқа толып кеткен еді. Ол дірілдеген қолмен қабырғаға сүйенді. Кіріңіз, деді Ләззат абдырап. Әжей үйге кіргенімен бірден сөйлей алмады. Темірлан да қонақ бөлмеден шығып келді. Апа, сізге су әкелейін. Әжей бір ұрттап алып, терең дем алды. Менің атым Ақмарал. Мен осыдан 16 жыл бұрын сен босанған перзентханада акушер болып жұмыс істедім. Ләззаттың жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Сонда мені танисыз ба? Иә. Сенің жүзіңді ұмытқан емеспін. Үй ішін үнсіздік басты. Ақмарал көз жасын сүртіп алды. Осы сөзді айту үшін қанша рет келмек болдым. Бірақ батылым жетпеді. Күнде ертең айтамын деп жүріп, 16 жыл өтіп кетті. Темірлан қабағын тиді. Нені айтпақсыз? Ақмарал басын төмен салды. Сол түні перзентханада 2 ұл бала дүниеге келді. Ләззаттың денесі мұздап кеткендей болды. Бірі сенің балаң. Ал екіншісі? Бақыт пен Ләйла деген ерлі-зайыптылардың ұлы. Темірлан орнынан атып тұрды. Бұның біздің өмірімізге қандай қатысы бар? Ақмарал ауыр күрсінді. Сол түні қатты дауыл болды. Аурухананың жарығы бірнеше рет сөніп қалды. Дизель генераторы қосылғанша бәріміз абыр-сабыр болып кеттік. Бір мезетте 2 ананың да жағдайы ауырлап, дәрігерлер әрқайсының өмірлерің үшін арпалысып жатты. Ләззаттың көз алдына 16 жыл бұрынғы беймәлім көріністер келе бастады. Мен ештеңе есімде жоқ. Өйткені сен наркоздан кейін ұзақ уақыт ес-түссіз жаттың. Ақмарал сөзін жалғастырды. Сәбибелерді уақытша балалар бөліміне апардық. Кейін қайтадан аналарына беру керек болды. Ол кенет үнсіз қалды. Не болды? Деді Темірлан. Ақмаралдың даусы дірілдеп шықты. Мен сол түні 2 баланың биркасын шатастырып алдым деп қорқамын. Ләззаттың қолындағы кесе жерге түсіп, быт-шыт болып сынды. Жоқ. Мен нақты айта алмаймын. Бірақ сол күннен бері ішімде тыныштық болған емес. Сонда Шыңғыс. Сондықтан ғана келдім. Мен ештеңені дәлелдей алмаймын. Бірақ сендердің күмәндарың болса, ДНК сараптамасын міндетті түрде жасатындар. Темірланның көзі ашуға толды. Егер бұл рас болса, неге осы уақытқа дейін үндемедіңіз? Ақмарал еңіреп жылап жіберді. Бас дәрігер бәрімізге үндемеуді бұйырды.
Ешқандай дәлел жоқ. Артық сөз айтсандар, жұмыстан ғана емес, соттан да бірақ шығасындар деді. Мен жас едім. Қорықтым. Ал біз ше? Деді Ләззат көзіне жас алып. Біз 16 жыл бойы басқа біреудің баласын бағып жүрген болсақ ше? Ақмарал жауап бере алмады. Орнынан баяу тұрды да, сөмкесінен ескі сарғайған қағазды алып шықты. Мен осыны өмір бойы сақтап келдім. Ләззат қағазды қолына алды. Бұл перзентханадағы сол түннің кезекшілік журналының көшірмесі еді. Ал оның төменгі бұрышында қызыл қаламмен қошалған бір ғана сөйлем тұрды. Сағат 23:40-та туған 2 ер балаға тағылған биркаларды қайта тексеру. Ләззаттың көзі қарауытып кетті. Бұл енді жай ғана күдік емес еді. Таң атқанша Ләззат пен Темірлан көз іле алмады. Үстел үстінде жатқан сарғайған қағаз екеуінің де жанын жетідей жеп тұрды. Не істейміз? Деп сыбырлады Ләззат. Темірлан біраз үнсіз отырып қалды. Бір ғана жол бар. ДНК сараптамасын жасатамыз. Ал егер қандай нәтиже шықса да, шындықты білуіміз керек. 2 күннен кейін олар қаладағы жеке зертханаға барды. Шыңғыс ештеңеден хабарсыз еді. Әке, бұл не үшін керек? Деп таңғалды. Темірлан жымиған болды. Денсаулығыңды толық тексертіп қояйық дедік. Шыңғыс сеніп, қажетті талдауларды тапсырды. Ләззаттың жүрегі шымырлап тұрды. Кешір мені, балам. Нәтиже 10 күннен кейін дайын болатынын айтты. Бұл 10 күн Ләззатқа 10 жылдай көрінді. Түн сайын ұйықтай алмайтын болды. Біресе Шыңғыстың сәби кезін еске алады. Біресе Ақмаралдың сөздері құлағында жаңғырады. Ал Темірлан үндемей кеткен. Жұмыстан келеді де, ұзақ уақыт аулада жалғыз отырып қалатын. Екеуі бір-біріне қарауға қорқатын. Ақыры күткен күнде келді. Зертхана қызметкері оларды жеке кабинетке шақырды. Үстелде ақ конверт жатты. Қорытынды дайын, деді дәрігер. Ләззаттың қолы дірілдеп кетті. Конвертті аша алмады. Темірлан ақырын алып, қағазы жайып оқи бастады. Бірнеше секундтан кейін оның өңі бозарып кетті. Темірлан, не жазылыпты? Ол жауап бере алмады. Қағазды Ләззаттың қолына ұстатты. Алғашқығы жолдарды оқыған сәтте-ақ оның аяғы әлсіреп орындыққа отыра кетті. Зерттеу қорытындысы бойынша Темірлан мен Ләззаттың Шыңғыспен биологиялық туыстық сәйкестігі анықталған жоқ. Ләззат айқайлап жіберді. Жоқ, бұл мүмкін емес. Біз нәтижені 2 рет тексердік, деді дәрігер сабырмен. Өкінішке қарай, қателесу ықтималдығы өте төмен. Темірлан көз жасын жасыра алмады. 16 жыл бойы балам деп еркелеткен ұлы. Бірақ дәл сол сәтте оның ойына бір ғана нәрсе ожама келді. Ол бәрібір менің ұлым. Үйге қайтқан соң екеуі ұзақ үнсіз отырды. Шыңғыс достарымен футболға кетіп қалған. Ләззат оның бөлмесіне кірді. Қабырғадағы суреттер, мектептегі марапаттары, бала күнгі ойыншықтары. Бәріне қарап отырып еңіреп жылады. Мен сені дүниеге әкелмесем де, сен менің жүрегімге туған баласың. Сол кезде Темірлан телефонды қолына алды. Ақмарал апаның айтқан бақыт деген адамның тегін есінде сақтап қалып па едің? Иә, онда іздейміз. Егер Шыңғыс біздің баламыз болмаса, онда біздің туған ұлымыз қазір басқа бір үйде, басқа біреуді әке мен ана деп өсіп жүрген шығар. Осы ойдың өзі екеуінің жүрегін тіліп өтірді. ДНК қорытындысынан кейін Ләззаттың өмірі 2-ге бөлінгендей болды. Бірі осы уақытқа дейінгі бақытты өмірі. Екіншісі сол бақыттың жалған емес, бірақ толық емес болғанын түсінген күннен кейінгі өмірі. Темірлан уақыт жоғалтпады. Ақмарал айтқан мәліметтер арқылы бұрынғы перзентхананың мұрағатынан сол түні босанған аналардың тізімін алды. Тізімде бір ғана есім бар еді. Ләйла Бақытқызы. Мекенжайы басқа қалаға көшірілгенімен, жаңа тіркелген орны табылды.
Темірлан телефон нөмірінде тауып алды. Бірақ қоңырау шалуға екеуінің де батылы жетпеді. Егер бәрі рас болса ше, деді Ләззат. Ал егер біз үндемей қалсақ, өмір бойы өкінеміз, деді Темірлан. Ол телефонды терді. Бірнеше қоңыраудан кейін әйел адамның даусы естілді. Тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Сіз Ләйләсіз ба? Иә. Менің атым Темірлан. Бұл әңгіме сізге біртүрлі естілуі мүмкін. Бірақ өтінемін, сөзімді бөлмей тыңдаңыз. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Темірлан болған жағдайдың бәрін баяндап шықты. Бірнеше минуттан кейін арғы жақтан тек жылаған дауыс қана естілді. Бұл мүмкін емес. Біз де солай ойлағанбыз. Жоқ, бұл мүмкін емес. Егер қаласаңыздар, ДНК сараптамасын бірге жасатайық. Ләйла ұзақ үнсіз қалды. Сосын жай ғана, келіңіздер, деді. 2 күннен кейін Ләззат пен Темірлан көрсетілген мекенжайға келді. Есікті орта жастағы ер адам ашты. Мен бақыт боламын. Даусынан қобалжу анық сезілді. Үйге кіргенде Ләйла орнынан тұрды. Оның да көзі жылағаннан ісіп кеткен. Бөлме іші тым-тырыс. Ешкім неден бастарын білмеді. Сол сәтте ауладан бір жігіт кіріп келді. Бойы ұзын, кен иықты, қара шашты. Жымиып, «Анашым, мен келдім», деді. Ләззаттың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Жігіттің жүзіндегі әрбір белгі, көзінің пішіні, қастары, тіпті күлімсірегені Темірланның жастық шағындағы суретінен аумайтын. Темірлан да үнсіз қатып қалды. Жігіт олардың таңырқап тұрғанын байқап, «Сәлеметсіздер ме?» деді сыпайы. «Бұл біздің ұлымыз, Аслан», деді Ләйла. Аслан қолын созып амандасты. Ләззат оның қолына қолын тигізген сәтте денесі тітіркеніп кетті. Жүрегі әлденені сезгендей дүрсілдей жөнелді. Ал Ләйла болса, үстел үстінде жатқан суретке көз тоқтатты. Ол суретте Шыңғыс мектеп бітіру кешінде түскен еді. Ләйла суретті қолына алып ұзақ қарап қалды. Кенет көзіне жас келді. «Қызық», деді ақырын. «Несі қызық?» деп сұрады Ләззат. «Білмеймін, бірақ мына балаға қарасам, жүрегім ерекше елжіреп кетті». Ләззат та көз жасын тыя алмады. Екі ананың жүрегі бір сәтте бірдей сыр бергендей еді. Ал олардың алдында әлі де ең ауыр сынақ тұрды. Екі жігіттіңге ДНК сараптамасын жасатып, ақиқатқа соңғы нүкте қою. Келесі апта екі отбасы үшін ең ұзақ апта болды. Ләйла мен Бақытта Асланнан ештеңені жасырмай айтуға шешім қабылдады. Кешкі ас үстінде Бақыт ауыр күрсінді. «Балам, біз саған маңызды нәрсе айтуымыз керек». Аслан әкесінің жүзіне таңырқай қарады. Не болып қалды? Ләйла көз жасын тия алмады. «Біз сенің дүниеге келген күніне байланысты күмән туындап отыр». «Қандай күмән?» Бақыт болған жағдайды басынан аяғына дейін айтып берді. Аслан үнсіз тыңдап отырды. Әңгіме аяқталғанда ол орнынан тұрып, терезеге барып ұзақ тұрды. «Сонда мен сендердің туған балаларым болмауы мүмкін бе?» Бұл сұрақты естігенде Ләйла еңіреп жылап жіберді. «Қандай нәтиже шықса да, сен біздің баламыз болып қала бересің». Ал Ләззаттың үйінде де дәл сондай ауыр әңгіме болды. Шыңғыс ата-анасының жүзінен бір нәрсенің дұрыс емес екенін бірден сезді. «Әке, анашым, неге соңғы күндері маған біртүрлі қарайсыңдар?» Темірлан ұлының жанына отырды. «Балам, біз саған өтірік айтқымыз келмейді». Шыңғыс үнсіз тыңдап қалды. Ләззат көзіне жас алып бәрін айтып шықты. Бөлме ішін ауыр тыныштық басты. Бірнеше минуттан кейін Шыңғыс күлімсірегендей болды. «Жақсы әзіл екен», ешкім күлмеді. Сол кезде ғана оның жүзі өзгеріп кетті. «Бұл рас па?» Темірлан үнсіз басын изеді. Шыңғыс орнынан атып тұрды. «Сонда мен
Сендердің балаларың емеспін бе? Жоқ, балам, деп Ләззат жүгіріп келіп құшақтағысы келді. Бірақ Шыңғыс кейін шегінді. 16 жыл бойы үндемей жүрдім берме? Біз өзіміз де енді ғана білдік. Жоқ, мен сенбеймін. Ол үйден жүгіріп шығып кетті. Ләззат соңынан шықпақ болды. Темірлан қолынан ұстап қалды. Қазір оған уақыт керек. Бірнеше күннен кейін екі жігіттің де ДНК сараптамасы дайын болды. Екі отбасы зертханаға бірге келді. Дәрігер нәтижелерді үстелге қойып, өкінішке қарай күдіктеріңіз расталды деді. Аслан Ләззат пен Темірланның биологиялық ұлы. Ал Шыңғыс Бақыт пен Ләйләнің туған баласы. Бөлмеде ешкім сөйлей алмады. Ләззат еріксіз Асланға қарады. Ләйла болса Шыңғысқа қарап көз жасын сүртті. Бірақ дәл сол сәтте күтпеген жағдай болды. Шыңғыс кенет орнынан тұрып, «Жоқ, мен ешқайда кетпеймін», деп айқайлады. «Менің әкем де, анам да, Ләззат пен Темірлан, артынан ешкім келмесін». Ол есікті тарс жауып, зертханадан жүгіріп шығып кетті. Ләззаттың жүрегі тағы бір рет қақ айрылғандай болды. Шыңғыс зертханадан жүгіріп шыққаннан кейін ешкім оның қайда кеткенін білмей қалды. Ләззаттың қол аяғы қалтырап кетті. «Шыңғыс, балам!» Ол сыртқа атып шықты. Бірақ көшеде ұлы көрінбеді. Темірлан бірден телефонына қайта-қайта қоңырау шалды. Телефоны сөндірулі еді. Бақыт пен Ләйла да қарап тұра алмады. Төртеуі екі көлікке мініп, Шыңғысты іздеуге кірісті. Кеш батқанша еш нәтиже болмады. Ләззат өзін кінәлап жылай берді. «Мен айтпауым керек еді. Бәрі менің кесірімнен». Темірлан оның қолынан ұстап, «Жоқ, бір күні бәрібір білетін едік». Түн ортасына таман Шыңғыс хабарласты. «Әке?» Темірлан орнынан атып тұрды. «Балам, қайдасың?» «Уайымдамаңыздар. Мен аманмын». «Қайда екеніңді айт?» «Мен біздің ескі саябақтамын». Бәрі сол жерге асықты. Орындықта отырған Шыңғыс көзі ісіп кеткен күйі үнсіз отыр екен. Ләззат жүгіріп барып оны құшақтады. Бұл жолы Шыңғыс қарсы болған жоқ. Тек жай ғана. «Анашым, мені ешқайда жібермеңізші». Ләззат еңіреп жіберді. «Ешқашан. Сен менің жүрегімнен туған баласың». Сол кезде Ләйла да жақындады. Ол Шыңғыстың алдына тізерлей отырып, «Балам, мен сені дүниеге әкелген шығармын. Бірақ сенің жүрегіңде басқа ана бар екенін түсінемін. Мен сені ешқашан тартып алмаймын». Шыңғыс үнсіз тыңдап отырды. Кенет Ләйләні құшақтап алды. «Кешіріңіз. Мен сізді ренжіткім келген жоқ». Ләйла көз жасына ерік берді. «Сен ешкімді ренжіткен жоқсың, балам». Сәл әріректе Аслан мен Темірлан үнсіз тұрды. Аслан алғаш рет Темірланға жақындап, «Аға, жоқ, әке» деп айтуыма бола ма? Темірланның көзінен жас ыршып кетті. Ол ұлын құшақтап, «Осы сөзді 16 жыл күттім. Бірақ мен Шыңғыстан да ешқашан бас тартпаймын». Сол түні екі отбасы маңызды шешім қабылдады. Ешкім ешқайда көшпейді. Екі жігітте өздері өскен үйлерінде қала береді. Бірақ бұдан былай екі отбасы бір-біріне бөтен болмайды. Шыңғыстың екі әкесі, екі анасы болады. Асланның да екі отбасы болады. Ал перзентханадағы сол бір қателікке кінәлі адамдар заң алдында жауап береді. Ең бастысы, екі отбасы бір-бірінен балаларды тартып алмай, жүректерін сақтап қалуды таңдады. Перзентханадағы оқиға туралы іс қайта қарала бастады. 16 жыл бұрынғы құжаттар мұрағаттан алынып, сол күні кезекшілікте болған қызметкерлердің бәрі жауапқа шақырылды. Ақмарал да тергеушілерге болған жағдайды жасырмай айтып берді. «Мен өмір бойы осы күннен қорқып келдім. Күн сайын өзімді кешіре алмадым. Ләззат пен Ләйләнің көз жасына себеп болғанымды білемін. Мені кешіріңдер.
деді ол жылап. Сот перзентханада қызметтік салғырттық болғанын анықтады. Жылдар өтіп кеткендіктен, кейбір кінәлілер заң бойынша қатаң жазаға тартылмаса да, мекеменің сол кездегі басшылығының қателігі ресми түрде мойындалды. Бірақ бұл шешім екі отбасының жоғалтқан 16 жылын қайтара алмады. Уақыт өте келе, жара біртіндеп жазыла бастады. Әр демалыс сайын екі отбасы бір дастархан басында жиналатын болды. Ләйла Ләззатқа: «Бұрын бір ғана ұлым бар деп жүрсем, енді жүрегімде екеуі бар», деп күлімсірейтін. Ләззат та оның қолынан ұстап: «Мен де дәл солай сезінемін», дейтін. Шыңғыс бұрынғыдай Ләззат пен Темірланның үйінде Тақыт пен Ләйләні тастап кетпеді. Өйткені оларды өсірген мейірімді ешқандай ДНК алмастыра алмайтын еді. Бірақ енді олар бір-бірінің үйіне емін-еркін барып, мерекелерді бірге өткізетін болды. Бір күні Ләззаттың туған күніне бәрі жиналды. Дастархан басында әңгіме дүкен қызып отырған кезде Шыңғыс орнынан тұрып: «Анашым, туған күніңіз құтты болсын», деп Ләззатты құшақтады. Артынша Аслан да келіп: «Анашым, сізге ұзақ ғұмыр тілеймін», деп екінші жағынан құшақтады. Ләззат екі ұлын құшағына қысып, көз жасына ерік берді. Бұл қайғының емес, шүкіршіліктің жасы еді. Темірлан мен Бақыт бір-біріне қарап жымиды. Тағдыр оларды бөтен емес, туыс етіп қосқан екен. Сол күні кешке Ләззат аулаға жалғыз шықты. Аспанға қарап тұрып, жүрегінен өткен ауыр 16 жылды есіне алды. Егер сол кезде шындық ашылмаған болса, олар өмір бойы бейхабар жүрер еді. Ал енді шындық бәріне ауыр тисе де, ешкім баласынан айырған жоқ. Өйткені ата-ана болу тек қанның байланысы емес. Ата-ана болу баланың алғашқы қадамын сүйемелдеу, ауырғанда түн ұйқыңды 4 бөлу, қуанышына бірге күлу, қайғысында демеу болу. Ләззат дәл осыны түсінді. Кейде тағдыр адамдарды ажыратады, бірақ шынайы мейірім мен махаббат оларды қайтадан қауыштыра алады.